Қайырлы күн достар. Ұлы даланың ұлы тұлғалары тақырыбы аясында біздің келесі талқылайтын тақырыбымыз ол Кейкі батыр тағдыры, тарихы, тағылымы. Кейкі Нұрмұхамедұлы Көкембаев 1871-1922 жылдар аралығында өмір сүрген, және де 1916 жылы Торғайда болған ұлт-азаттық көтерілісінің батыры, атақты мерген есебінде танимыз. Кейкі батыр Қостанай облысы Аманкелді ауданындағы Байтума қопасында дүниеге келген, және де ол орта жүз құрамындағы Қыпшақ тайпасының Құлан Қыпшақ руынан шыққан. Кейкінің ұлы аталары Төрештің Торайғыры, Жәукенің Сәбденбегі, Кенесарының көтерілісіне қатысқан қазақтың батырлары есебінде танимыз. Бұдан батырлық ата тегінен бері үзілмей келе жатқанын, және де арғы тамынан бері ерлік пен өрлік үзілмеген текті әулеттен шыққаны аңдалады. Кейкінің шын есімі Нұрмағамбет. Оның Кейкі атауының сыры жасынан аң құс аулап, кісіге онша жоламай біртүрлі киіп жапандауда жалғыз жүргендігінен делінеді екен. Кейкі балуан денелі, түсі суық, ашуланғанда екі көзі от болып жанып кететін бір беткей қайсар, арқа торғай даласын шатқа білген, күн райын алдын ала дәл болжаған адам болған деп сипаттайды екен көзі көрген қариялар. Сонымен қатар қолына Құран ұстап, намаз оқыған, ғайбат сөз айтпаған, теріс қылық жасамаған, әдептілігімен ауылдастарының ерекше сый-құрметіне бөленген. Ел тарихында Кейкінің Құралайды көзге атқан деп сипаттайтын ғажайып қол мергендігі ақиқаттан шығып аңызға айналып кетті. Оның қамшыгерлікпен де аты шыққан екен. Қашқанда да, қуғанда да қамшыдан адам құтқармаған. Дала ойындарында не түрлі сайыстарға қатысып, қыры елінің қызықтарымен қуантып, таң-тамаша қылдырған өнерпаз. Кейкі батыр көне замандардан мұра болып келе жатқан қазақтың халық термесі мен халық жыр дастандарын беріле тыңдаған. Өзі де домбыра тарту өнерінен құралақан қалмаған. Ел арасында Кейкінің салауатты деген жыр да сақталған екен. Халық арасында Аманкелді көз мерген, ал Кейкі батыр қол мерген еді деп сипаттайды. Мұның сыры Аманкелді сардар қайнысаны да көздеп атқан, және көздегенін ешқашан мүлт жібермеген болса, Кейкі кез келген нысанын атпен шауып та, жаяу жүріп те келе жатып, тап шапшан атып түсіре беретін нағыз мергеннің бірі болған. Оның да жастайынан мылтық атуға әбден машықтанған соншалық, қандай қимыл үстінде де екі қолы мылтықты нысанға дәл ұсынатын. Кейкі батыр ұлт-азаттық көтерілісі кезінде Торғай қаласына шабуыл барысында Құмкешу, Күйек, Батпақ қара, Доғал соғыстарының бәріне де қатысқан. Академик Манаш Қозыбаев өзінің жауға шаптым ту бойлап атты кітабында мынадай тарихи көрініс орын табады. Ақпанның 13 күні 1913 жылғы Шолақсай керуен жолы торығынан Аманкелді Өмен Кейкі бастаған 2000 сарбаз Шошқалы қопада подполковник Кисловтың отрядына оқпен қарсы алды. Шабуылға шығып айқас салды. Дер кезінде шегініп, әскердің ертеңгі жолын болжап, түнделетіп төте жолмен Күйік қопасына жеткен сарбаздар Тышқан тамның маңайында қаңтардың 14 күні Кислов отрядын қайтадан қарсы алды. Еркіндікті аңсаған ерлердің беті қайтпай, қарулы қолға қайтадан шығу таңғажайып емес пе? Күйік қопадағы бұл айқаста атақты Құлан Қыпшақ Кейкі батыр ерен ерлік көрсетті. Жау тобына қырғияйда тиіп, жазалаушылардың талайын жайратты деп жазып келтіреді. 1919 жылдың жазында Торғай жеріндегі жергілікті совет өкіметін құлатып, бар билікті қолына алған алашордалықтар большевиктерге қызмет жасаған Аманкелдінің жақтастарын қуғындауды бастаған болатын. Осы мақсатта 20 адамнан тұратын әскери далалық сот құрылды, және осы құрыққа Аманкелдінің жақтасы ретінде Кейкі де іліккен болатын. Кейкі батырдың бұл кездегі атағы дұшпандарын да сескендірген. Тіпті Қарсақпай ішкі істер бөлімі жансыздары тынымсыз іздестіру арқылы батырдың жатқан жері, ізі тастап баратын бағыты, жер-жердегі батыр сеніміне кірген азаматтар бәрі тексеріліп, анықталып жазылған құпия жазбалар Торғайдағы әскери комиссариатқа жолданып отырған. Батырдың ең соңғы тоқтаған жері Жалаулының Жылан шыққа құяр сағасы. Осы жерде ол Торғайдан арнайы шыққан Желяевтің жазалаушы отрядымен атысады. Жанындағы екі татардың сатқындығы кесірінен оққа ұшырап, батырды өлтіру операциясыз, аяусыз жауыздықпен іске асырылған. Айы күніне жетіп отырған аяғы ауыр Ақжан Сұлуды да шашынан сүйреп далаға алып шығып атып өлтіреді. Біреуі Кейкі туады деп Ақжанның ішін қылышпен жарып, ішіндегі туарманға келген ол баланы аударып тастаған. Басқа бір бөлмесінде ұйықтап қалған інісі Шұбарды, яғни Нұрмұхамедті де алып шығып атып өлтірген. Батырға опасыздық жасаған қос батырға да марапат ажалына екі оқ бұйырған екен.
Бүгінгі бейне сабақ өз мәресіне жетті. Назар қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет.